Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде жүзім көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Жүзім бағын немесе жүзім көру кешірімді білдіреді. Жүзімдік ер адамға оның әйелін көрсетеді. Оның сұлулығы жүзім ағашының түріне байланысты болады. Оның сұлулығы, күші мен жемісі оның мүлкін, ыдыс аяқтарын, киімдерін және алтындарын білдіреді. Кең діңі бар ағаштардың көптігі оның толықтығын, ағаштардың биіктігі оның өмірінің ұзақтығын, жемістерінің көптігі оның гүлденуін көрсетеді. Жемісті жүзімдікті көру өмірдегі гүлденуді білдіреді. Түсінде жүзім ағашын отырғызу құрметке ие болу. Сондай-ақ жүзім асыл, жомарт, қайырымды адамды білдіреді. Өйткені жүзімнің пайдасы зор, сондықтан ол сұлтанға, ғұлама, жомарт адамға ұқсайды. Түсінде жүзімді иемденген адам бойдақ болса үйленеді, немесе асыл адаммен тіл табысады. Барлығы қалай аяқталатыны және кез келген бизнестің не болатынын білу үшін түсінде жылдың уақытын қараңыз. Егер жыл аяғы болса, науқас әйел ауруынан қайтыс болады. Жүкті әйел қыз туады. Өзінің уақытында піскен ақ жүзімді көру өмірдегі гүлдену мен әлі ауқатқа, ал оны мерзімінен әдетте тыс уақытта көру армандаушы бұрын алатын ақшаға болжайды. Түсінде бір шоқ жүзім терген ер адам әйелден көп ақша алады. Бірақ шоқ жүзім көру 1000 дирхан алу, ал қара жүзім тез бітетін ақшаға болжайды. Түсте жасыл жүзім түс көрушінің түсетін қиындықтар мен бақытсыздықтарды білдіреді. Кептірілген жүзім кез келген жағдайда азық-түлікті алудағы қиындықтарды болжайды. Түсінде шырын және оны сығып алу бұл өте қолайлы белгі. Егер біреу мұны армандайтын болса, оның ұстанымын біліңіз. Кедей болса, оны байлық күтіп тұр. Кімде-кім барлық жерде адамдарды жүзім шырынын, өсімдік майын немесе соған ұқсас нәрсені сығып жатқанын армандайтын болса, бұл адамдар өздерін басынан өткерген апаттардан құтылып бақытты болады. Егер ауру немесе түрмеде отырған адам болса, бостандыққа шығады, ал ауру адам ауруынан айығады. Білім іздеп сүннетті зерттеген адам болса, ол білімде кемелдікке жетеді. Бұндай түсті бойдақ адам көрсе, үйленіп, молшылықта өмір сүреді. Егер түсінде шырын көп болса және түс көруші оған қосымша інжу, шарап немесе сүт байқаса, ол күшке ие болады. Түсінде жүзімнен шырын сығып, одан шарап жасап жатқанын түсінде көрген адам Жүсіп алейхиссалам қиссасында айтылғандай сұлтанның ықыласына жетіп, арам жолмен ақша алады. Егер түс көруші жұмақтың жемісін көретінін сенсе, бұл оған білім мен мызғымас сенімді білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.